Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі видео өте маңызды. Көптеген адамдардың дерттерінің бірі түнде жиі дәретке шығасыз ба? Қолыңыз, бетіңіз жиі ісіп кетеді ме? Бұл жай ғана шаршау емес, бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Осы видеоның соңына дейін қараңыз. Сізге қарапайым тілмен оның себептері мен шешімі туралы айтып беретін боламын. Ұнаса лайк басып, подписаться кнопкасын басып тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен бүйректің қызметіне тоқталсақ, бүйрек адамның ағзасындағы ең маңызды тіршілік мүшелерінің бірі. Ол ағзаны уланудан, су, тұз теңгерімін бұзылудан және қан қысымының артуынан қорғайды. Қанды тазарту, сүзу, яғни бүйрек тәулігіне шамадан 1500 литр қанды сүзеді екен. Ол зиянды заттар артық су мен тұзды бөліп шығарады. Бұл затты зәр несеп арқылы сыртқа шығарады. Су мен тұз теңгерімін сақтау бүйрек ағзасындағы судың мөлшерін реттейді, қажет болса артық суды шығарады, ал су жетіспесе оны сақтайды. Сонымен қатар натрий, калий, кальций сияқты маңызды элементтердің мөлшерін де бақылайды. Қан қысымын реттеу бүйрек ренин деп аталатын гормон шығарады. Бұл гормон қан тамырларын жиырып, қан қысымын реттеуге көмектеседі. Бүйрек ауыратын болса, қан қысымы жиі көтеріліп немесе төмендеп кетеді. Гормондар беру және қан түзуге қатысады. Бүйрек гормон бөледі. Ол сүйек майына әсер етіп, қан жасушаларын өңдеуге көмектеседі. Сондықтан бүйрек бұзылса, адамда қан аздық, анемия дамуы мүмкін. Д-дәрумен белсендіру бүйрек д-дәрумен белсенді формаға айналдырады. Бұл бүйрек және иммундық жүйе үшін өте маңызды. Бүйрек сүзгі, реттеуші және қорғаушы, ол ағзаны тазартады, сұйықтық пен минерал теңгерімін сақтайды, қан қысымын бақылайды, қан түзу мен иммунитетке әсер етеді. Түнде жиі дәретке шығу бұл жағдай қалыпты емес және әртүрлі аурулардың немесе ағзадағы бұзылыстардың белгісі болуы мүмкін. Түнде жиі дәретке шығудың негізгі себептері бүйрек жұмысының бұзылуы. Бүйрек сүзу қызметін түнгі уақытта да белсенді болады. Зәрді көп түзеді. Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі кезінде зәр көлемі артады, әсіресе түнде. Қан диабеті немесе қансыз диабет. Қандағы глюкоза зәрмен бірге шығуға тырысады, зәрдің көлемі артады. Диабеттің алғашқы белгілерінің бірі түнде жиі зәр шығару және шөлдеу. Қуықтың қабынуы, цистит, яғни несеп жолдарына инфекциялардың түсуі, қуықтың қабынуы, тітіркену, жиі зәр шығаруға алып келеді. Ауырсыну немесе күйдіру сезімдер пайда болады. Простата бездерінің ұлғаюы, яғни жүрек қан тамырларының аурулары, кешкі уақытта ісінген аяқтардағы сұйықтық түнде қалыпқа келіп, бүйрек арқылы зәрге айналады. Суды немесе сұйықтықтарды кеш ішу де бұл кешкісін көп зәр шығаруға келеді. Йод тапшылығы немесе қалқанша безінің бұзылысы да қалқанша гормондары төмен, ағзадағы сұйықтық алмасуы бұзылады. Бұл зәр түзілуіне әсер етеді, түнде жиі шығуға мәжбүрлейді. Бүйрек үсті бездері стресс гормондары. Созылмалы стресс кортизол деңгейін арттырады. Бұл қалқанша без гормондарының бөлуіне кедергі келтіреді. Бүйрек үсті безі дұрыс жұмыс істемесе, гипотиреоз белсенді белгілері күшейеді. Ұйқыны қалыпқа келтіру керек, стрессті азайту керек, жаттығулар жасау керек, магний және Б тобының дәрумендерін жеткілікті мөлшерде қабылдап тұру керек. Иммунитет теңгерімінің бұзылса, ағза өз қалқанша безіне шабуыл жасайды. Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істеуі бүкіл ағзадағы жүйелердің өзара байланысына тәуелді. Бірақ оны тікелей қалыпқа келтіру үшін бірнеше негізгі ағзалардың жүйелерге ерекше назар аудару керек. Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істеуіне ең маңызды қалыпқа келтіретін керекті ағзалар мен жүйелер ас қорыту жүйесі, ішек, бауыр, асқазан жолдары. Яғни иод, селен, мырыш, Б витамин дәрумендерін сияқты қалқанша безіне қажетті микроэлементтерді ішекте сіңеді. Егер ішек флорасы бұзылса, дисбактериоз, яғни бұл элементтерді дұрыс сіңбейді. Бауыр Т4 гормондары белсенді
Т3ге айналдырады. Яғни қалқанша безі емес, бауыр гормонды қосу процесін жасайды. Пробиотиктер қабылдау, айран, ашытқы өнімдерін қабылдап тұру керек. Қуырылған майлы өнімдерді тағамдардан азайту керек. Бауырға салмақ түсірмей, көкөністер мен суды көбірек ішу керек. Бүйрек су тұз теңгерімімен фильтрация жасайды. Бүйрек арқылы қалқанша гормондарының бір бөлігі шығарылады. Су тапшылығы немесе бүйрек жұмысы нашар болады. Гормондар ағзада дұрыс айналым жасамайды. Сонымен қатар йод ағзада тасымалдануы мен шығуы да бүйрекпен байланысты. Бүйрек сүзгі қызметі әлсірейді. Йод жетіспеушілігі бар адамдарда зәр шығару мөлшері азаюы мүмкін. Улы заттарды толық шығарылмайды. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігіне бейімделіп арта бастайды. Балаларда йод тапшылығы бүйректің дамуына әсер етуі мүмкін. Ұйқы безінің және ерте жаста йод тапшылығы болса, бүйрек дамуы кешігеді және толық жетілмейді. Бұл кейін бүйрек ауруына әкеліп соғады. Йод тапшылығы тікелей бүйрек ауруын туғызбайды, бірақ қалқанша безінің гормондарының бұзылуы арқылы бүйрек қызметінің жанама түрде қатты әсер етеді. Бүйрек ағзаның сүзгісі, ол қандағы зиянды заттарды, тұздарды, артық суды зәр арқылы шығарып, сонымен қатар қан қысымын реттейді. Эритропоэтин деген аталатын гормон арқылы қан түзуіне көмектеседі және Д дәруменін безендіреді. Бүйрек ауруының ең жиі кездесетін себептері қандай десеңіз, қант диабеті, жоғары қан қысымы, инфекциялар, ауыр дәрілерді, яғни антибиотиктерді ұзақ қабылдау, улану мен жарақат, су аз ішу, тұзды, майлы тағамдарды көп тұтыну. Бүйрек ауруының алғашқы белгілері қандай? Бел тұсының ауруы, зәр түсінің немесе мөлшердің өзгеруі, ісіну, бет, аяқ, қолдардың ісінуі, қан қысымының жоғарылауы, шаршау, бас айналуы, тәбеттің төмендеуі. Йод тапшылығының бүйрекке қалай әсер етеді десеңіз, йод жетіспеушілігі қалқанша безінің жұмысын бұзады. Бұл метаболизмнің баяулауына, қан айналымының әлсіреуіне әкеледі. Соның салдарынан бүйрекке жеткілікті қан бармай, сүзу процесі әлсірейді. Бұл ісіну мен бүйрек қызметінің нашарлауына әкеп соғады. Бүйрек ауруының түрлері қандай десеңіз, бүйрек инфекциясы, сүзгі қабаттарының қабынуы, бүйрек жұмысының істемей қалуы, бүйректе тастардың пайда болуы, бүйректегі сұйықтық толып қап немесе қатерлі түзілу, бүйрекке не зиян, газдалған сусындар, энергетиктер, көп мөлшердегі тұзды тұтыну, су ішпеу, ауыр дәрілерді қабылдау, темекі, алкогольді ішімдіктерді қабылдау. Бүйректі қалай қорғауға болады? Күніне кемінде 1,5-2 литрға дейін таза су ішу. Тұзды, майлы, ащы тағамдарды шектеу. Суықта белді жылы ұстау, жыл сайын қан және зәр анализдерін тапсыру, қан қысымы мен қантты бақылау. Дәрі-дәрмектерді тек дәрігердің тағайындауымен ішу. Бүйрек ауруы қауіпті ме? Яғни, өте қауіпті, себебі бүйрек дұрыс жұмыс істемесе, ағзадағы улы заттарды жиналып, басқа мүшелерге де зиян келтіреді. Ауыр жағдайларда бүйрек мүлде жұмысын тоқтатып, диализге дейін алып келеді. Йод тапшылығы бүйрек қызметінің бұзылуына тікелей және жанама әсері бар. Яғни бүйрек бұзылысы мен йод тапшылығының арасындағы байланыс йод қалқанша безі үшін қажет. Йод қалқанша безі гормондары Т4, Т3 түзілуіне қажет негізгі элемент. Бұл гормондардың ағзаны барлық жасушалардан зат алмасуды реттейді. Соның ішіндегі бүйректі де жұмысын бақылайды. Йод тапшылығы қалқанша безінің бұзылуы, метаболизм баяулайды. Йод жетіспесе гипотиреоз, қалқанша безінің әлсіз жұмыс істеуі, яғни гипотиреоз дамиды. Зат алмасу төмендейді, қан айналымы баяулайды, бүйрекке келетін қан азаяды, сүзу қабілеті нашарлайды, яғни бүйректің сүзу қабілеті нашарлай бастады. Су мен тұз ағзадағы жиналып, ісіну пайда болады. Яғни бізде йодтың тапшылығы пайда болған кезде, яғни су мен тұзды ағзаға
су мен тұз ағзаға жиналады да ісіну пайда болады. Денсаулық ең үлкен байлық, сондықтан да бүйректеріңізді күтіңіздер, йод тапшылығын болдырмаңыздар. Видео пайдалы болса туыстарыңызбен бөлісе отырыңыздар.